Турцияның полицейский машинасы. Турцияда полицейский в общем тоқтатпайды, шаруасы жоқ. Через 300 Мысалы метров. көріп тұр ғой, біз моңғол сияқты басқа болып тұрмыз, көріп тұр, бетімізге қарап отыр. Біздің чемпионский полицейский болса обязательно тоқтатып, обрабатывать етіп, өтірік қана мына документің жоқ, ана документің жоқ деп бір нәрселерді істеп алады еді. Турцияның бір турист жүрмейтін қаласында жүрміз, болу деген. Сондағы айтамда біздің Қазақстанға кім келгісі келеді? Машина аренда алып жүрейін десе штраф, өзінің машинасымен келейін десе штраф. Өткенде бір турист жетіп жазып қойыпты, российский турист. Штрафтары бізден 10 есе қымбат деген. Камера деген страшно көп деген. Ден жамандаған, плотно жамандаған бізді. Сонда бізге турист келмесе, біз қалай дамимыз? Не заводымыз жоқ, не туристіміз жоқ. Сонда қалай өмір сүреміз? Гаишниктеріміз тура разбойный нападение. Кәдімгідей тоқтатады да өтірік қырғын әңгіме айтып, разбой жасайды. Андай істейді, разбойный болады. Полицейскийлер. Оның тұрмыс қасында. Дым демейді. Біздің полицейскиден шетелдік түгіл өзіміз қорқып тұрамыз қасында. Не деп тексереді екен? Толықтай ақпаратты Telegram арнамыздан аласыз.